Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақиық ақын Мұқағали Мақатаев, 8-ші Ә сыныбы. Пән мұғалімі Алназарова Кәмшат Серікболқызы. Бүгінгі сабақтың мақсаты ақынның өмірімен танысып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Сабақты бастамас бұрын ойды жинақтап, өткен сабақты еске түсірейік. Өткен сабағымызда біз Бауыржан Момышұлы туралы өткенбіз. Сонымен балалар, Бауыржан Момышұлы кім? Бірінші біздің тапсырмамыз болжау әдісі. Үйінің ағында, қарасында, мыңқ етпейсің, қабылдап аласында. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Жел мен көктің желпініп арасында, желгесің, түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласыра, ей өмірім, зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересімде жоғылған аласымда. Мені тастап толқындар ағасың ба, толқынданып өмірім барасың ба? Шаң шығарып ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған? Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған, сыйыңдалам мен сенің бұйырмаған. Болжау әдісі. Өлең не туралы? Кімнің өлеңі? Бұл өлеңнен қандай әсер алдыңыздар? Автор не айтқысы келді? Келесі біздің әдісіміз тұлғаны таны әдісін қолданып, алдын ала дайындаған бейне материалдарымызға Мұқағали Мақатаев 9 ақпан 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келеді. Мұқағали Мақатаевтың балалық шағы қазақтың басына төнген қайғы-қасіреттерінің бірнешеуімен тұспа-тұс келеді. 1932-33 жылдардағы ашаршылық кезең, 1937 жылғы саяси қуғын-сүргін, екінші дүниежүзілік соғыс, ал әкесі Сүлеймен қан майданда қаза тапты. Болашақ ақын ер мінезді әжесі тиіннің тәрбиесін көріп, аңыз ертегілерімен сусындап өседі екен. Мұқағали Мақатаев 14-15 жасында ақын болуға бір жола бел байлап, қазақ әдебиетімен бірге әлемнің барлық классиктерін бірдемен оқып шығады. Соның ішінде Гейне, Гате, Шекспир, Данте, Бальзак, Драйзер және тағы басқа классиктерді жоғары бағалайды. Ол өзінің замандағы барлық адамның қолы жете бермейтін бірнеше оқу орнында жеке ізденісінің арқасында қабылданады. Қазақ дәстүрі бойынша үйде алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиіннің қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. Шекспирдің сонеттерінің, Уитменнің өлеңдерін Донеттің құдіретті комедиясын қазақ тіліне аударды. Алматы сауда орталығын, Көк базары, Түркістан сауда орталығы, автотехника кеш, Жайнар сауда орталығы, Жетісу аяқ киім фабрикасы, Жетісу қонақ үйі, Мұқағали Мақатаев атындағы сквер, аэровокзал, емхана, тағы басқа мекемелер орналасқан. Мұқағали Мақатаев көшесі Нәркескен көшесінен басталып, Космонавтер көшесінде аяқталады. Балауса көшесімен қиылысады. Мұқағали Мақатаев қарындастар қош болыңдар, шекарада, өмір дастан, қашқын, Моцарт, жан азабы атты поэма толғауларымен 650-ден астам лирикалық өлеңдерінде адам өмірін терең толғаған. Қарашөз ауылындағы Мақатаев әдеби мемориалды мұражайы 1991 жылы 4-ші ашылған. Мұражайда 734 экспонат бар. Негізгі қоры 548. Негізгі қорда Мақатаев өзі пайдаланатын кітаптар, өлеңдері, қолжазбалары, жеке гигиеналық заттар, өзі киген киімдері, портфелі, папкасы, тағы да басқа заттар сақтаулы. Өте тамаша балалар. Келесі біздің қолданатын әдісіміз сұрақ-жауап әдісі. Бірінші сұрақ. Мұқағали Мақатаев қай жылы дүниеге келген? Екінші сұрақ. Мұқағали Мақатаевтың 12 жыл ішінде неше жыр жинағы жарық көрген? Үшінші сұрақ.
Мұқағали Мақатаев неше жасынан ақын болуға бел байлады? Төртінші сұрақ. Ақынның аяқталмай қалған поэзиясы. Бесінші сұрақ. Мұқағали Мақатаев пір тұтқан ақын кім? Ақынның азан шақырып қойған аты кім? Мұқағали Мақатаевқа алтын қалам сыйлаған кім? Өзіңді тексер әдісі. Мұқағали Мақатаев қай жылы дүниеге келген? Жауабы: Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Екінші сұрақ. Мұқағали Мақатаевтың 12 жыл ішінде неше жыр жинағы жарық көрген? Жауабы: 8 жыр жинағы жарық көрген. Мұқағали Мақатаев неше жасынан ақын болуға бел буды? Жауабы: Мұқағали Мақатаев 14 жасынан ақын болуға бел байлады. Төртінші сұрақ. Ақынның аяқталмай қалған поэмасы. Жауабы: Қашқын. Бесінші сұрақ. Мұқағали Мақатаев пір тұтқан ақын кім? Жауабы: Төлеген Айбергенов. Алтыншы сұрақ. Ақынның азан шақырып қойған аты кім? Жауабы: Мұхаммед Қали. Мұқағали Мақатаевқа алтын қалам сыйлаған ақын кім? Мұқағали Мақатаевқа алтын сыйлаған ақын Ғабит Мүсірепов. Ал балалар, келесі тапсырмамыз ақиқат және жалған. Берілген мәтінді оқып, оның ақиқат екенін немесе жалған екенін дәлелдеңіздер. Кері байланыс. Бүгінгі сабақтан білгенім, білдім, білгім келді. Үйге тапсырма. Ақынның жырларымен танысып, төмендегі кестені толтырыңдар. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.